ауданда енді жастар аз, барлығы бар ғой. Гүл деген сияқты. Железин ауданы ауданға сай барлығы бар енді, магазиндердің барлығы. Негізі аудан орталығына келсең жақсы, осынан жұмыс тапсаң. Немесе аудан орталығында тұрып, қасындағы ауылда да жұмыс істесең болады. Біз енді көп халыққа үйреніп қалғанбыз кейде. Көп халықты аңсайтын болсақ деген ауылдар кішкентай болғандықтан ол жерде бір магазин сондай ғой. Барлығын осы ауданға келіп продукт жасайтын болсақ та, ауданға келіп продукт жасаймыз өзіміз. Енді осы Железин ауданында емес, мен продукт жасайтын жерім Тереңкөл ауданында. Оны да түсіре жатармын. Тереңкөл ауданы. Ол жердің магазиндері жақсы. Магазиндер бар. Үлкен магазин ғой. Банк. Төрт магазиндар бар. Магазин. Шассарас бір жерде. Арнайы хозяйственный дүкендері барлығы бар енді. Хозяйственный деген қандай болады өзі қазақша? Барынша қазақша айтуға тырысып жатырмын. Енді орыс қазақ мектептерінде бердім да, сондықтан орысша араласып кетіп жатады кейбір сөздер. Өзім ұялып қалатын жағдай болып жатады. Сондай бір 5000-дей халқы бар Железин аудан орталығында. 3 мектебі бар, 2 орыс мектеп, бір қазақ мектеп. Әрқайсында бір 200-ден аса оқушы бар. Бала саны аз, туу көрсеткіші аз. Сондықтан халқы да аз болады. Оңтүстіктен келген осы жерде ағайындар бар. Оңтүстіктен келген танитын жағдай жақсы жасап қояды. Көп балаларға әсіресе жаңағыдай 8 баласы бар, 7 баласы бар, сондай көп балалардың жағдайларын жақсы жасап қояды. Солардың үйлерін әйтеуір қосымша көмектерін беріп, сөйтіп жатады әйтеуір. Мен ойлаймын, сол қалада енді үйің жоқ болса, квартирадан квартираға көшіп жүрсең, онда келуге болады деп та. Енді жұмысың бар болса, жаңағыдай өзіңнің үйің бар болса, сондай болатын болса, онда оңтүстікке жүре берсең де болады деп ойлаймын. Бізде сондай кезінде жас үйлендік, жас отау болдық, сонымен үй жоқ қалада. Қалада ары-бері квартирадан квартираға жүруге қатты зауқым болмады. Сондықтан келіп, қазір Құдайға шүкір, енді әлеуметтік жағдайым жақсарды. Шымкенттің өзінде 2 үйім бар, 2 квартирам бар. Енді қайта беруге болады деген ба?
енді қайтаруға болады деген сияқты. Өзімнің баспанам бар. Сондай общаға келіп әйтеуір жұмыстың мәні жақсы болды деп ойлаймын. Шаруамен де кішкене қазір сол кішкене шаруамен айналыспаймын. Сол 15 бас сиырға шейін асырадым. Бірақ 15-20 бас қойларым болды. Кішігірім. Менде мұғалімдік жұмыс болғандықтан ондай көп асыраған жоқпын. Оның үстіне кішкене жалқаулығым болған шығар. Негізі асырай беруге болады. Сүт тапсырып деген сияқты. Бұл жақтың сиырлары да күшті. Ертең сол пада дейді ғой. Падасы шығып жатқан кезде көрсетермін. Тіркеліп қойсаңыздар болады. Тіркеліп қойсаңыздар көруге болады. Сиырлар қандай екен, қойлар қандай екен. Қойлардың енді породасы аса қатты ұнамады. Бірақ сиырлардың породасы жақсы. Мен өзім малды онша қатты біле бермеймін. Соның өзінде еңсесі биік, жаңағы бойлары биік деген ғой. Бойлары биік, сүтті жақсы беретін. Көбінесе симментал породаға шатыс әйтеуір. Сондай породалар, етті бақты да сондай сиырлардың породалары болды.